Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен тез әрі оңай дәмді салат рецептімен бөлісемін. Менімен бірге жасап көріңіздер. Парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: ет, жұмыртқа, салат жапырағы, бәдірен, помидор, сыр, консервадағы жүгері және де майонез керек болады. Барлығын сіздерге рецептін описанияға жазып қалдырамын. Алдымен бәдірендерімізді осылай видеода көргендей етіп турап аламыз жартысынан. Көріп тұрғандарыңыздай барлығыны салатқа туралынатын заттардың барлығын бірдей етіп турасаңыздар, салаттарыңыз өте әдемі әрі сәнді көрінеді. Қонақ келген кезде де ұялмай, дастарханыңызды жайнатып жасап жіберсеңіздер болады. Өте тойымды әрі тез дайын болатын салат рецепті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бәдірендерді турап ыдысымызға салып аламыз. Енді кезек бізде помидорды да таяғын алып тастап, әдемілеп дәл видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Ең күшті салат рецепті, міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді егер сіздерге салат рецептер ұнап жатса, осы салатты көптей істейін десеңіздер, осы рецепті 2 есе көбейтіріп істесеңіздер болады. Той жиындарға, туған күндерге өте күшті кетеді. Жұмыртқамызды ортасына бөліп, осылай жарты сияқты етіп турап аламыз. 4 штук жұмыртқа немесе 5-6 салсаңыздар да болады. Жұмыртқамен өте әдемі болып шығады салатымыз. Егер ішіндегі сарысын ұнатпасаңыздар, сарысын салмасаңыздар да болады. Сарысымен де өте күшті болып шығады дәмі. Жұмыртқаларымызды турап алдық, ыдысымызға саламыз. Ендігі кезек бізде сыр. Сырды да 300 граммдай салсаңыздар болады. Мен осы атын білмейді екен, бетінде сар пакет сияқты не алынған килограммен тартып берілетін сыр еді. Сіздер өздеріңіз ұнатқан қолжетімді сырдың несімен пайдалансаңыздар болады. Сырды осылай 4-1 етіп турадым. Менде сиырдың еті, сіздер тауықтың етін қоссаңыздар болады. Немесе копченый колбаса салсаңыздар, салаттарыңыз өте дәмді болып шығады. 300 грамм қайнатылған осындай піскен сиырдың еті, оны да осылай жапалақтау етіп тураймыз. Жаңағы айтып өткендей, копченый колбасамен немесе тауықтың етімен де өте дәмді болып шығады. Етімізді турап ыдысымызға салып аламыз. Енді кезек салатымыздың ең дәмді ететін бұл зелендер. Кинза, укроп салсаңыздар болады. Оны да майда етіп турап аламыз, жуып, тазалап, әдемілеп. Барлық салаттармен укроп, зелендер өте дәмді кетеді, күшті болады. Жаңағы салат жапырағынан да кішкене турап жіберіңіздер. Ішіне жаңағы тәрелкаға салғанға әдемілеп сәндегенге әдемі дәу жерлерін алып қалыңыздар. Турап алып ішіне саламыз. Енді консервадағы жүгерінің барлығын салмаймыз. Жартысын салсаңыздар жетеді. Егер көп дайындайтын болсаңыздар, осы бір консервадағы жүгерінің барлығын салсаңыздар болады. Енді бір араластырып аламыз. Қараңыздар, осындай күшті көріністе болып шығады. Әлі майонез саламыз, тұз саламыз. Біркелкі етіп бірінші араластырып аламыз. Оның барлығына майонез салып араластырған жоқпыз. Өздеріңізге қажеттісіні ғана алып, ыдысқа тұз, майонез салып араластырып аласыздар. Қалғанын холодильникке қойып қойсаңыздар болады. Бұл жерде үлкендеу тарелкадан 4 штук тарелкадай рецепт шығады. Салаттың осы рецептпен деген едім. Майонезімізді, тұзымызды дәмдеріңізге қарай салып, осылай араластырып аламыз. Енді қонақ келген кезде осылай салат жапырақтарымен сәндеп салсаңыздар болады. Тарелкаларыңызға өздеріңіз ұнатқандай етіп. Өте әдемі, күшті көрінеді. Жаңағы араластырып алған, дайын болған салатымызды салып,
әдемілеп жасатып аламыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Қараңыздар, өте әдемі, күшті әрі дәмді, тез жасалынатын салат рецепті. Парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Парақшамда көптеген рецептілер бар, істеп көріңіздер. Бетіне сәндеп осылай 1-2 түйір жүгері салсаңыздар болады, әдемі көрінеді. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға сіздермен бірге болған Зұлқұмар. Ас болсын баршаңызға. Рецептерім сіздерге ұнаса, лайк басып, парақшама подписаться етіп кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецептілермен бөлісетін боламын.